Агенттіктің ішкі қауіпсіздік департаменті елордалық экономикалық тергеу департаментімен бірлесіп, өзін фискалды органдардың қызметкері ретінде таныстырып, кәсіпкерлерді ойдан шығарылған қамқорлық үшін заңсыз сыйақы беруге мәжбүрлеген азаматты ұстады. Жүргізіліп жатқан тергеу материалдарына сәйкес, аталған азамат кәсіпкерден моральдық қысым көрсетіп, 300 мың теңге ақша талап еткен. Бұл жайт мессенджердегі хабарлама және аудио жазбалармен расталады. Жалған қызметкер қажетті соманың екінші жартысын алу кезінде парамен ұсталды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабының талаптарына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды. Құрметті кәсіпкерлер, өздерін фискалда және басқа органдардан қызметкерлері деп таныстырған азаматтардың заңсыз сыйақы талап етіп, қысым көрсету фактілеріне тап болсаңыз, агенттіктің колл орталығына дереу хабарласуыңызды сұраймыз.